Сәлеметсіздер ме? Бүгін зейнетақы қорындағы шектік сома туралы айтатын боламыз. Мінекей, осы 2022 жылдың 1 сәуірінен бастап осылай болып өзгерді. 20 жаста 3.140.000 теңгеден асуы керек. 18 жастан 20 жасқа дейін жұмыс істейтін болса, 36 айды қосамыз, 6 ай тең 42 ай. Сол 3.140.000-нан бөлеміз 42-не тең 74.762 теңге ай сайын пенсионныйға төлеп тұру керек. Онда жалақысы 747.620 теңге болу керек. Сол 20 жас тек егер колледж оқып жұмысқа тұратын болса, 1 жыл жұмыс істесе, 3.140.000-ды бөлеміз 14-ке тең 224.286 теңге. Ай сайын 2.242.860 теңгеден көп табуы керек шектік сомадан асу үшін. 26 жас 3.860.000 теңге оқу бітіріп декретке шықпай жұмыс жасағанда, 3.860.000-ды бөлеміз 70-ке тең 55.143 теңге. Ай сайынғы жалақысы 551.430 теңгеден асуы тиіс. Негізі ерлерге арналған шектік сома және әйелдерге арналған шектік сома деп бөлу керек. Себебі әйелдер декреттік демалыста 1 жылдан 3 жылға дейін отырады. Тағы бір керек ақпарат онлайн калькулятор. Отпускнойды есептеу үшін. Яғни күнді жазасыз, неше күн жұмыс істейсіз, және окладты қай күннен қай күнге дейін сізде демалыс. Сосын далее деп басып, келесі бетте 200.000 деп жазылып тұрғанда цифрларды өзгертуге болады. Дұрыстап, содан кейін 3-ші бетте результат шығады. Яғни бұны PDF форматында өзіңізге жүктеуге болады. Сосын бізде 40 жас 5.950.000 теңге дейді. Ол кезде 22.368 теңге. Яғни ай сайынғы жалақы 223.680 теңге болуы керек. Еске түсіре кетейін, бізде қазір орташа жалақы 272.968 теңге. Назарларыңызға рахмет.